Ассалаумағалейкум, құрметті ағайын. Ешәк орыс шошқа Путиннің ауыш әрекетінен қашқан шовинист орыстар Қазақстанға қаптап кіріп жүрген еді. Соңғы 3 айда елімізге 2 миллионнан астам орыс келген. Бірақ жұрттың шулағанынан қорыққан сатқын билік еліміздің шекарасын жауып, енді орыстарды қуып жібергелі жатыр. Достар, бұл тек Тоқаевтың көз бояушылығы шығар. Сіз не ойлайсыз? Өз ойыңызды комментарийге жазыңыз, талқылайық. Видеоға лайк қойсаңыз, алғысымыз шексіз болар еді. Ал енді бастайық. Қазақстан орыс паспорты бар адамдарды қуып жібереді. Қазақстан ішкі істер министрлігі шетелдіктерге немесе азаматтығы жоқ адамдарға Қазақстанда уақытша немесе тұрақты тұруға рұқсат беру қағидаларын өзгертуді жоспарлап отыр. Қағида жобасы ашық үкімет сайтында жарияланған. Қолданыстағы қағида бойынша өтініш беруші ұлттық паспортының түпнұсқасы мен көшірмесін көрсетуге міндетті. Ал ұсынылған өзгерісте ұлттық паспорт орнына шетелдік паспорт деп жазылады. Өйткені жеке басты куәландыратын құжаттар туралы заңның 1 бабының 13 тармағы бойынша шетелдік паспорт шетелдіктің немесе азаматтығы жоқ адамның жеке басын куәландыратын және олардың құқықтық мәртебесін растайтын құжат ретінде Қазақстан Республикасы танитын құжат болып саналады. Заң жобасы Путин Ресейде мобилизация жасап, Ресей азаматтары Қазақстанға жаппай қаша бастаған соң 5 күннен кейін 26 қыркүйекте көпшілік талқысына шығарылған. Заң жобасы 10 қазанға дейін талқыланады. Паспорис порталының мәліметіне қарағанда, 2022 жылғы статистика Ресей азаматтарының 30%-ында ғана шетелдік паспорт бар екенін көрсеткен. Мұнан өзге құжатқа соттылығы бар, я жоқ екені туралы құжат қағаз жүзінде берілуге тиіс деген өзгеріс енгізіледі. Оған құзырлы органның өкілетті қызметкері қол қойып, мекеменің мөрі басылуы қажет. 21 қыркүйекте Владимир Путин ішінара мобилизация жариялаған соң, Ресейдің әскерге жарамды мыңдаған азаматы шетелге қашқан. Оның бір бөлігі Қазақстанға беттеп, Қазақстан мен Ресей шекарасында бірнеше шақырымға жететін кептеліс пайда болған. Қазақстан қоғамы Ресей азаматтарының жаппай келіп жатқанына алаңдай бастағаны байқалған. Әлеуметтік желіде бүгінгі босқындар кешеге дейін Ресейдің Украинаға басып кіргенін үнсіз қолдап келгендер дейтін ой пікір жиі айтылады. Қазақстанның Ресеймен шекаралас қалаларында Ресейден қашып келгендерді түнетіп, ас-су бере бастаған. Соғыс ашқан Дағыстан. Ресейдің солтүстік Кавказ аймағындағы республикаларда да адамдар соғысқа қарсылық білдіріп, Мәскеудің шешімін сынады. Көп адам қатысқан наразылық акциясы Дағыстанда өтті. 22 қыркүйекте Дағыстанның Бабайурт ауданында әскери мобилизацияға наразылар федералдық маңызы бар көлік жолын жапқан. Аймақ орталығы Махачкалада 25 қыркүйекте жүздеген адам көшеге наразылық білдіріп шыққан. 25 қыркүйекте мобилизацияға қарсылық акциясына 300-ден астам шығып, Махачкаладағы Қуыршақ театрының алдына жиналған дейді Кавказ Реалии сайты. Олар мобилизацияға қарсымыз, соғыс болмасын, деп ұрандаған. Олармен сөз таластырмақ болған полиция қызметкерін әйелдер, ұлдарыңызды неге әкеткелі жатырсыңдар? Кімге жау шапты? Ресейге ме? Украинаға өзіміз шабуыл жасадық емес пе? Деп сұрақтың астына алған. Полиция жауап бере алмай кері бұрылып кетіп қалған. Дағыстанның Черновик басылымының мәліметінше, полиция қызметкерлері бірнеше ер адамды ұстағанда әйелдер акцияға араласқан. Оған қарамастан ер адамдарды алып кеткен. Әйелдер алып қала алмады. Оларды полиция балағаттап қуды дейді басылым. Махачкала мэрі Салман Дадаев наразылыққа шыққандарды, қаланың 165 жылдығына арналған іс-шараны бұзуға, талпынғандар мен мемлекетке қарсы әрекетке шақырып, арандатушылар деп атаған. Жексенбіде Дағыстанның Хасавюрт ауданындағы түркі тілдес халық, құмықтардың Эндерей ауылында жергілікті 100 шақты тұрғын мобилизацияға қарсылық білдіріп, Кавказ тасжолын жапқан. Оларды таратпақ болған полиция аспанға оқ атып, наразыларды жол шетіне ығыстырған. Баспасөз құралдарының хабарлауынша 8 мыңға жуық тұрғыны бар ауылдан мобилизацияға байланысты әскер қатарына 110 адамға шақырту жіберген. 25 қыркүйекте Қабардин-Балқар Республикасының орталығы Нальчик қаласында үкімет үйі алдына да 200-ге жуық әйел жиналып, ер азаматтарын Украинадағы соғысқа жіберуге қарсылық білдірген. Мені атып тастаса да мейлі, бірақ күйеуімді соғысқа жібермеймін. Сендер біздің ақшамызға соғысып жатырсыңдар. Бізден салық талап етесіңдер. Бізге біреу шабуыл жасап па? Украина бізге шабуылдаған жоқ. Бұл сондықтан ұлдарын қорғай алмағандар, юбка киіп алыңдар деп айқайлады әкімшілік өкілдеріне наразылық акциясына қатысушы әйелдер. Путин жарлығынан кейінгі дүрбелең.
21 қыркүйекте Ресей билігі Украинаға соғысқа қосымша күш аттандыру мақсатында елде ішінара мобилизация жариялап 300 мың адам, бақ олардың саны бұдан да көп дейді. Әскерге алынатынын хабарлағаннан кейін Ресей қоғамында аласапыран басталып кетті. Әскерге шақыртылатын жастағы адамдар, әсіресе ер азаматтар жаппай елден қаша бастады. Билеттің бірнеше есе күрт қымбаттағанына қарамастан жұрт ұшақпен, автокөлікпен, болмаса жаяу жалпылап Ресейден үдере кетіп қалуға асықты. Ресейдің Грузия, Қазақстан, Финляндия, Монғолиямен шекарасында ұзын-сонар кезекте бәленбай сағаттап, тіпті күні-түні тұрған адамдар туралы видеолар әлеуметтік желіде көптеп тарады. Ресей президенті Владимир Путин ішінара мобилизация туралы жарлық шығарысымен көп ұзамай Мәскеу мен Санкт-Петербургте және елдің өзге де аймақтарында соғысқа қарсылық акциялары басталған. Билік наразы азаматтарға күш қолданып, бейбіт шеруді қуып таратты. Наразылық басталғалы бері 2,5 мыңнан астам адам ұсталды деп хабарлады құқық қорғаушылар. Тұтқиылдан атылған оқ. 26 қыркүйек күні Ресейдің Иркутск облысында әскери комиссариат өкіліне қарудан оқ атылды. Ақпарат агенттіктерінің хабарлауынша, оқиға Кремль ел азаматтарын Украинадағы соғысқа жіберу үшін жариялаған ішінара мобилизацияға сай Усть-Илимск қаласында армия қатарына шақырылған адамдар жиналған орында болған. Әлеуметтік желіде тараған видеода мәжіліс залына ұқсас кеңдеу бөлменің төріндегі мінберде тұрған адамға біреу қолындағыны кезеп, іле-шала тарс етіп атылған қару дыбысына ұқсас дауыс естіліп, залда отырған адамдардың жапа тармағай сыртқы есікке ұмтылғаны көрінеді. Әлдебір әйелдің шыңғырып айғайлағаны естіледі. Келесі бір видеода бірнеше адам бір кісіні көтеріп әкеліп зембілге жатқызып, жедел жәрдем көлігіне тиегені. Арнаулы жасақ киіміндегі 2 адам белгісіз біреуді 2 қолын артына қайыра көтеріп, басын тұқырта ұстап әкетіп бара жатқаны байқалады. Оқ тиген әскери комиссариат өкілі аурухананың жансақтау бөліміне түскен. Оның жағдайы өте ауыр деп хабарланды. Оқ атқан деген күдікпен полиция ұстаған жігіт өзін Руслан Зинин деп атап, жасы 25-те жұмыссыз екенін айтады. Бәзі ақпаратына қарағанда оны дүйсенбіде әскерге әкетпек болған. Күдіктінің әскери комиссариатқа қаруды қалай алып кіргені белгісіз. Желіде тарап жатқан ақпаратта әскери комиссарға оқ атар алдында күдіктінің "Қазір бәріміз үйімізге кетеміз" деп айқайлағаны айтылады. Ресейде Кремль жариялаған ішінара мобилизацияға наразылық күшейіп барады. Дағыстан, Бурятия, Қабардин-Балқар аймақтары, Краснодар мен Волгоград облыстарында жұрт жақын туғанын Украинаға соғысқа жіберуге жаппай қарсылық танытып көшеге шықты. Иркутск өңірінде әскери комиссариат өкіліне оқ атқан. Ядролық соғыс. Жексенбі күні ақш президентінің ұлттық қауіпсіздік жөніндегі кеңесшісі Джейк Салливан, егер Украинаға ядролық қару қолданатын болса, Ресейге салдары өте ауыр болатынын мәлімдеді. Бұл жөнде Америка дауысы хабарлады. Вашингтон ядролық соққыға өте шешімді жауап қатуы мүмкін деген Салливан нақты қандай жауап берілетінін айтпаған. ақш-тың реакциясы қандай болатыны жөнінде Мәскеудің өзіне жазбаша түрде ескерту берілді дейді ақш шенеунігі. Өткен аптаның сәрсенбісінде бұл бас ассамблеясында сөйлеген ақш президенті Джо Байден Ресей президенті Владимир Путинді Еуропаны ядролық қарумен қоқан-лоққы жасады деп айыптап, ядролық қаруды таратпау туралы міндетін орындамай отыр деп кінәлаған. The Washington Post газеті өзінің дерек көздеріне сүйене отырып, Вашингтон кейінгі айларда ядролық соққы жасалса жауап берілетіні жайлы Мәскеуді бірнеше рет ескерткенін жазған. Жұма күні Ресей сыртқы істер министрінің орынбасары Сергей Рябков Мәскеу өзге елдерге ядро қатер төндірмейді деп мәлімдеген. Азаматтық соғыс. Ресейде әскери комиссариаттар мен әкімшілік ғимараттар өртене бастады. Ресейде өртенген әскери комиссариаттар мен әкімшілік ғимараттар көбейе бастады. Бұл жөнде Ресей бақ-тары жазып жатыр. Мәш басылымының мәліметіне қарағанда бір тәулік ішінде тек Ленинград облысында ғана Молотов коктейлі мен бензин құйылған канистрмен Кировская әскери комиссариаты мен Сескелевск елді мекенінің әкімшілігін өртеп жіберген. Мордовия, Калининград және Нижегород облыстарында да осындай жағдай қайталанған. Мордовияның Рузаевка қаласында әскери комиссариат басшысының көлігін өртеп жіберген. Өткен аптада осыған ұқсас 20-дан астам өрт болған. 21 қыркүйекте Владимир Путин Украинадағы соғысты жалғастыру үшін ішінара мобилизация жариялаған еді. Ресей президенті әскерге тек запаста тұрған азаматтар алынатынын айтқан. Қорғаныс министрі Сергей Шойгу ішінара мобилизация барысында 300 мыңнан астам резервистер әскерге алынады деп мәлімдеген. Кей ақпараттарға қарағанда әскерге миллионға жуық адам шақырылуы мүмкін.
Мобилизация жарияланған соң Ресейдің ондаған қаласында соғысқа қарсы наразылық жиындары өткен. Жексенбінің кешіне қарай 2,5 мыңнан астам адам қамауға алынған. Ресейдің ондаған мың азаматы шетелге қашқан. Оның бір бөлігі Қазақстанға келген.